Сіз білесіз бе, егер құмырсқалар адам сияқты үлкен болса, олар жер бетін жаулап алар еді ғой. Ал ең қорқыныштысы, олар жалғыз емес, миллиардтап бірге жұмыс жасайды. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Бүгін біз құмырсқалар туралы қызықты ақпаратпен бөлісетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Құмырсқа жай ғана кішкентай жәндік емес. Бұл ең ұйымдасқан тіршілік иелерінің бірі. Олар құмырсқа деп аталады және жер бетінде миллиондаған жыл бойы өмір сүріп келеді. Олардың күші өте жоғары, ақылы жүйелі, қоғамы тәртіпті. Жерде қанша құмырсқа бар? Ғалымдардың айтуынша жер бетінде 10 квадриллион, тілім келмей жатыр, 10 квадриллион дейді. Жер бетінде 10 квадриллионға жуық құмырсқалар бар екен. Тілім әрең келді ғой. Бұл адамнан 1000 есе көп. Егер барлық құмырсқаны жинаса, олардың жалпы салмағы адамдардың салмағына тең болуы мүмкін. Құмырсқаның миы кішкентай, бірақ олар жалғыз емес. Олар бірге жұмыс істегенде бір үлкен супер ми сияқты әрекет етеді. Яғни бір құмырсқа әлсіз, бірақ миллиондағаны өте күшті. Құмырсқалар жер астында нағыз қала салады. Оларда туннелдер, бөлмелер, қоймалар, бала өсіретін орындар, кейбір илеулерінде миллиондаған құмырсқа өмір сүреді. Әр колонияда патшайым, жұмысшылар, сарбаздар бар. Патшайым тек бір нәрсе істейді, жұмыртқа салады. Ал жұмысшылар тамақ табады, үй салады, бала қарайды. Құмырсқалар бейбіт емес, олар соғысады. Бір колония екіншісіне шабуыл жасайды. Мыңдаған құмырсқа бір-бірін өлтіреді. Бұл нағыз соғыс. Құмырсқа өз салмағынан 50 есе ауыр затты көтере алады. Елестетші, егер адамда осындай күш болса, ол көлікті көтере алар еді ғой. Құмырсқалардың ерекше қасиеттері: құмырсқалар жолды иіс арқылы табады. Бір-бірімен химиялық сигнал арқылы сөйлеседі, ешқашан адаспайды. Олар жерге иіс жолын қалдырады. Қызықты ақпарат, е? Ал қоректенуі: құмырсқалар қант, жәндіктер, өсімдіктер жейді. Кейбіреулері саңырауқұлақ өсіреді, басқа жәндіктерді де бағады екен. Құмырсқаның табиғаттағы рөлі: құмырсқалар топырақты жақсартады, экожүйені сақтайды, табиғатты тазалайды. Құмырсқа жай ғана кішкентай жәндік емес, ол жүйе, тәртіп және күш. Келесіде құмырсқа көрсең, оны жай ғана басып өтпе, себебі сен кішкентай, бірақ өте күшті әлемге қарап тұрсың. Обалына қалма. Құмырсқалар ферма ашады. Кейбір құмырсқа түрлері нағыз фермер сияқты өмір сүреді. Олар саңырауқұлақ өсіреді, оны күтіп баптайды, кейін жейді, яғни олар егін егеді. Құмырсқалар мал бағады. Бұл ең таңқаларлық фактілердің бірі. Құмырсқалар тілей деген ұсақ жәндіктерді мал сияқты бағады. Оларды қорғайды және олардан тәтті сұйықты қалады. Яғни құмырсқалар нағыз малшылар. Қол ұстайтын құмырсқалар болады екен. Кейбір құмырсқалар басқа құмырсқаларды ұстап алып құлға айналдырады. Олар жұмыс істейді, үй салады, тамақ тасиды. Бұл жәндіктер әлеміндегі құлдық деп аталады. Өзін жаратын құмырсқа бар екен. Кейбір түрлері қауіп төнгенде өз денесін жарып жібереді екен. Бұл кезде улы сұйықтық шашырайды, жауды тоқтатады, яғни ол өзін құрбан етеді. Құмырсқалар өзара бірігеді. Кейде бірнеше колония бір үлкен супер колонияға айналады. Онда миллион емес, миллиард құмырсқа болады. Олар бірге өмір сүреді.
әлемдегі ең үлкен құмырсқа колониясы Европада табылған. Бір колонияда мыңдаған километрге дейін созылған деседі. Бұл бір ғана құмырсқа елі. Құмырсқа ешқашан жоғалмайды. Құмырсқалар иіс, күн бағыты, жердің белгісі арқылы жол табады. Бірақ егер олар шеңберге түссе, шексіз айналып жүруі мүмкін. Кейбір түрлері өте қауіпті. Мысалы, от құмырсқасы. Оның шағуы қатты ауырады, күйген сияқты сезіледі. Құмырсқалар толық ұйықтамайды. Олар қысқа демалыс жасайды, бірден қайта жұмысқа кіріседі. Құмырсқа инженер. Олардың илеуі жеделдетіледі, температура реттеледі, су кірмейді. Бұл табиғи инженерия. Құмырсқалар бір-бірін таниды. Олар иіс арқылы өзінікін, бөтеннің иістерін барлығын ажырата алады екен. Құмырсқалар жаңбырды алдын ала сезеді. Олар ауа қысымын сезеді де алдын ала дайындалады екен. Құмырсқалар құрал қолданады. Кейбір түрлері жапырақ, құм, бұтақ қолданады. Құмырсқа паразитке айналады. Кейбір паразиттер құмырсқаның миын басқарады, сосын оны өз қажетіне пайдаланады. Құмырсқалар зомби болады. Бір саңырауқұлақ құмырсқаның миын басқарады, сосын оны өлтіреді. Кейбір құмырсқалар су бетінде тірі сал жасайды. Олар бір-біріне жабысып, жүзетін платформаға айналады. Бұл өте қорқынышты құбылыс. Құмырсқалар бір-бірінің ізімен жүріп шеңбер жасап алады да, сосын тоқтамай айнала береді, ақырында шаршап өледі дейді. Не деген қызықты ақпараттар. Құмырсқалар табиғатты құтқарады. Олар топырақта қопсытады, тұқым таратады. Міне, құмырсқалар туралы ең қызықты деген ақпараттармен бөлістім. Сіздер құмырсқалар туралы қандай ақпараттарды білесіздер? Комментарийға бөлісе кетіңіз. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді арнаны қолдап, поделиться кнопкасын басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Құмырсқалар ең еңбекқор тіршілік иесі. Оларды да Құдай өзі керемет қылып жаратқан. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай неше түрлі қызықты ақпаратты естідіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.